Сәлем достар. Сіздермен бүгін қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Бүгін сіздермен өзімнің жұмсақ қолбала кеспе көжеммен бөліскім келіп отыр. Өзім әрдайым үйде дәл осылай кеспе кесіп көже жасаймын. Оны екі түрлі әдіспен жасаймын. Яғни бір рецептен екі тамақ жасаймын. Ол үшін бізге қазанды отқа қойып, аз ғана құйрық жеткілікті 30 грамм, 40 грамм құйрық майды алып, құрғақ қазанға аздап қана сұйық май құясыздар. Бір ас қасық, екі ас қасық сұйық май жеткілікті. Өте көп құйып жіберсеңіздер, көжелеріңіз өте қатты майлы болып кетеді. Міне видеода көрініп тұрғандай, екі ас қасық жеткілікті. Соның үстіне құйрық майды салып, құйрық шыжғырып пісірілген тамақ әрдайым өте дәмді болады. Және қорықпаңыздар, құйрық майда ешқандай холестерин жоқ. Холестерин тек қана іш майда бар. Құйрық майда мамандар да дәлелдеген, ешқандай құйрық майда холестерин жоқ. Майы әдемілеп шыжғырылып болғаннан соң, жұмсақ қойдың қабырғасын салсаңыздар да болады. Я болмаса осылай омыртқасын салып, әдемілеп көже жасасаңыздар да болады. Мен 3 дана ірі омыртқа қабырғасынан салып, керемет көже жасағым келіп отыр. Оған аса көп нәрсе де қажет емес. Етімізді өте қатты шыжғырып тұрып қуырмаймыз. Себебі бұл свежий ет. 3-4 минут қуырылса жеткілікті. Үстінен пияз салып, пиязымыз қып-қызыл болғанша қуырып аламыз. Алаудың астын өте қатты қою қажет емес, өте төменде қоймау керек. Орташа алауда піскен жақсы болады. Және өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі ас көктерді салуға да болады. Мен болгар бұрышынан 2 дана және 1 дана сәбіз алдым. Барлығын соломка түрінде турап алдым, қиғаштап. Себебі үйде кішкентай балалар болса, сәбізді теріп отыруы мүмкін, ал бірақ сәбізді термей жеген дұрыс. Сол себепті осылай майдарақ етіп қуырсаңыздар, білінбесе жеп қояды. Әрі тамаққа басқаша сән береді. 2 түйір чеснок қосам, оның дәмі өте керемет шығады. Тамаққа өзгеше дәм береді. Егер де өте көп қосып жүрсеңіздер, асқазанды ғыжылдатып, тамақтың иісін алып кетуі мүмкін. Сол себепті барлық нәрсені өз мөлшерінде қосқан дұрыс. Міне пиязымыз қызарып қуырып алды. Оның үстінен болгар бұрышын, сәбіз, чеснок және ас көктен мен жәнду салдым. Барлығында майға 1-2 рет аунатып аламыз. Өте қатты қуырылып кетуі шарт емес, әйтпесем барлығы қуырылып, соғылып, сорпаның ішінде көрінбей кетуі мүмкін. Міне майға 1-2 рет аунатып болғаннан соң, сорпасын, суымызды құямыз. Суын бастапқыда қанша құйсаңыздар, кейіннен азайып кетті деп үстінен құйып жүрмеңіздер. Тамағыңыз су татып, дәмсіз болып қалуы мүмкін. Соның барлығын есепке алып, бірден көп құю керек. Сорпаңыз қайнағаннан соң, астын жай қойып, келесі кезек қамырға кірісеміз. Аздап қана ұнның үстіне 1 дана жұмыртқа және 1 шай қасық тұз. Тұзын басымдау қып сала беріңіздер, сол кезде кеспелеріңіз езілмейді. Жұмыртқаның жарты қабықшасын мен су қосып, жақсылап қамыр илеп қоямыз. Суын көп қоспау керек, сол себепті жұмыртқаңыздың жартысына ғана салсаңыздар жеткілікті. Көз мөлшермен құйсаңыздар, көп құйып жіберулеріңіз мүмкін. Міне қамырымызды илеп қойып, демалдырып қойдық. Енді қамырды
жаюға кірісеміз. Қамыр өте қатты, тұзы басым. Сол себепті ішінде жұмыртқасы да бар. Тұзы да көп болғандықтан кеспеміз езілмей әдемі болып піседі. Қамырды барынша жұқалау етіп жая беріңіздер. Жақсылап қамырды жайып болғаннан соң астына мата дастархан төсеп жайып қойып қойыңыздар. Егер пленка дастарханның үстіне қалатын болса, мата қамырыңыз дастарханға жабысып қалуы мүмкін. Соңғы айналым кезінде ұн сеппеген жақсы. Міне, өзі дастарханда тұрып шамалы кепкен, ауа жеген қамыр әдемі болады. Міне, қамырымыз баяу қайнап жатыр. Енді аздап қана дәміне қарай тұз. Тұзын бірден көп қосып жібермеңіздер, себебі кеспеден де тұз шығады. Міне, бір дана картопты мен бүтін күйінде салдым. Жақсылап қайнай берсін. Келесі кезек бізде кеспемізді кесу. Кеспені кесудің де өзіне тән бір әдісі бар. Жақсылап ауа жеп осылай мата дастарханда жайылып тұрған қамыр өте әдемі кесіледі. Жайып бола салысымен кессеңіздер, кеспелеріңіз шамалы жабысып қалуы мүмкін. Ал өте ұрпақты да көп салып жіберсеңіздер, ол да қамырыңыз қоюланып кетуі мүмкін. Және кеспені кескен кезінде өткір пышақпен 1 мм шамасы диаметрі 1 мм етіп, асықпай, шашпа қылып кесіңіздер. Дәл осы видеодағыдай етіп, міне мен кеспелерімде дайын. Ендігі кезек бұны қазанға саламыз. Қазанға салардан алдын мен аздап күз мезгілі болғандықтан барлық тамақтарға аз-аздан асқабақты қосқанды жөн көремін. Отбасы мүшелерімде асқабақты өте сүйсініп жейді. Менің басқа видеоларымнан қарасаңыздар, мен асқабақты әртүрлі әдіспен, әртүрлі тағамдар жасағанмын. Қызық болып жатса, басқа видеолардан да көрсеңіздер болады. Міне, картопым дайын. Картоппен етімізді сүзіп аламыз. Кеспе салардан алдын. Асқабағымыз піспей қалады деп қорықпайсыздар. Ол қамыр кеспеңіз пісемінегенше асқабағыңыз да бірге пісіп қалады. Міне, алаудың астын қатты күшейтіп қойып, кеспелерімізді саламыз. Кеспеміз сорпамызға көптеу болып көрінуі мүмкін, және де ол көп. Мен кеспе жасаған кезінде, әсіресе менің енем кеспе тамақ жасағанда аздап біразын сүзіп жегенді де ұнатады. Сол себепті бір бөлігін кішкене ғана бір тарелкаға сүзіп алып отбасыма ұсынамын. Қалғанын көже күйінде тарқатсаңыздар да керемет болады. Көжеміз дайын, бір қайнап шыққаннан кейін ешқандай су төбесінен құйып жүрмеңіздер. Тамақтарыңыз дәмсіз болып су татып қалады. Жоғарыда айтып өткенімдей. Міне, кеспемнің біраз бөлігін сүзіп алудамын. Егер кеспенің барлығын осы сорпаның ішінде қала берсе, сорпаңызды кеспе сорып алып, бұрқылдап қалуы мүмкін. Егер ондай нәрсе жасамайтын болсаңыздар, кеспенің бір бөлігін салмай қойыңыздар. Міне, сәбіз, жусай, жанду, болгар бұрыштарымыз керемет кеспемізге дәм беріп тұр. Сорпаның бетіндегі майларын жұқалап алып, кеспені өзінше майлай саласыздар. Қалғанын кесеге тартып ұсынсаңыздар болады. Мінекей достар, керемет кеспенің езіліп кетпейтініне мен 100% кепілдік беремін, егер сіздер дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер.
ас болсын достар.